Баршаңызға қайырлы күн. Мен Елдос Замира Жайық негізгі орта мектебінің 7 сынып оқушысы. Мен отаныма менің бастамам байқауына Қазақстан жеті кереметі номинациясы бойынша Жайық қалашығы тақырыбына жобамды дайындап алып келдім. Енді зерттеу жұмысының өзектілігіне тоқталсақ, Жайық қалашығының табылған археологиялық ескерткіштерді сипаттап келер ұрпаққа насихаттау. Зерттеу жұмысының мақсаты Жайық қалашығының табылған археологиялық ескерткіштерді насихаттау және оған сипаттама беру. Осы мақсат бойынша бірнеше міндетті қарастыруға болады. Енді Орал қаласы туралы кішкене мағлұмат беріп кетсек, Орал қаласы 4 ғасырдан астам тарихы бар. Жайық өзені бойында орналасқан кең пейілді қонақжай қала. Бұл өңірде ешқандай өркениет болмаған деген пікірлердің негізсіз екені бүгінге археология ғылымы дәлелдеп отыр. Бұл заттарды зерделей келе ғалымдар шартты түрде Жайық қалашығы деген аталым көне қорында орта ғасырларда шамамен 2,5–3 мың адам өмір сүргенін айтып отыр. Енді бұл шаһар Орал қаласынан 12 километр жерде орналасқан. 2001 жылы Ақсай үлкен шағын Атырау құбыр жолы бойында тексеру жұмыстары кезінде Орал қаласының жанында орта ғасырлық көне шаһар орны табылған болатын. 2005 жылы ескерткішке Жайық қалашығы атауы берілген және Әлкей Марғұлан атындағы археологиялық институтының қызметкерлері мен Батыс Қазақстан облыстық тарих және археология мамандары бірлесіп зерттеу жұмысын жүргізген. Жайық қалашығының аумағы 8 гектарды құрайды. Онда кірпіш пештер, ақтас күйдіретін пештер, қала моншасы, тұрғын үй жайы және қалашығының бетінде орналасқан кесінділер табылған. Енді кірпіш пештерге тоқталып кетсек, 2012 жылы археологиялық зерттеу жұмыстар кезінде кірпіш пен ақтас күйдіретін пештердің қалдықтары табылып зерттелген. Мұның алғашында 2002 жылы қазба жұмыстары кезінде табылып зерттелген болатын. Енді осы кірпіш күйдіретін пештен батыс бағытқа қарай жүрген 50 метрдей жерде ақтас күйдіретін пештің қалдығы табылған. Қазіргі таңда 13 қатар кірпіш сақталған. Шығыс моншасына тоқталсақ, шығыс моншасы қысқаша хамам деп аталады. Ол қаланың ортасында орналасқан. Ол жерде орталық зал 8 бұрышты, оған шығыс пен батыс бағыттан шағын шомылу бөлмелері жапсырыла салынған. Монша жер асты жағу жүйесімен жылытылған. Енді тұрғын жайға тоқталсақ, бұл өзіміздің шартты түрде кіші тұрғын жай деп атауға болады. Бұнда үй, яғни кіші тұрғын жай негізгі 2 бөлмеден құрастырылған. Олардың қабырғаларының қалыңдығы 80 сантиметрге жеткен. Мекен жайды кіріп шығу есігі солтүстік қабырғаларға орналасқан. Кесенелер көпірі бар. Қалашықтан 1,5 километр ара қашықта солтүстік батыс бағытта Свистун гора биіктігінде қалашықтың ортағы бейіті орналасқан. Бейітте ерте темір ғасырына тән обалар мен орта ғасырларға тиісті кесенелер орналасқан. Біріншісі 2 камералы кіші кесене деп аталады. Екіншісі бізде 2 камералы немесе үлкен кесене деп аталады. Бірақ олардың айырмашылығы, олар үлкен кесенеде күмбезбен көмкерілген. Енді көне жәдігерлерге тоқталсақ, бұл жерде қыш құмыралар, қыш ыдыстар және де пайдалы қазбалар көрсетілген. Көне деректер не дейді? Енді осы археологиялық зерттеу жұмыстары жүргізіліп жатырған қала туралы тарихи жазбалар, деректер бар ма? Бұл үшін алдымен 14-15 ғасырларға тиісті картографиялық материалдарға сүйенеміз. Ағайынды көпестер Питтигонилер 1367 жылы Алтын Орда мемлекет туралы жан-жақты мағлұмат береді. Олардың карталарында 2 қала туралы айтады. Біреуі Сарайшық, біреуі Жайық қалашығы туралы. Жайық қалашығы картада Лаяти деген атпен беріледі. Енді біздің мұндай тұжырым жасауымызға бірнеше дәлел бар. Біріншіден, Орал мен Атырау қалаларының арасында Сарайшықтан басқа ірі ескерткіш әлі табылған жоқ. Екіншіден, жоғарыда атап кеткеніміздей Жайық қалашығы туралы оның аумағының құрылысы материалдары өндіретін бірнеше нысан, яғни кірпіш жауаптары табылды. Үшіншіден, Антони Джексон
сауда мақсатына Мәскеуден Үргеніш қаласына дейін сапарлап барған. Бұл сапарынан соң ол жүріп кеткен жерлерін картаға түсірген, және бұл өзінің картасына түсірген жерлеріне екі қала туралы айтады. Біреуі Сарайшық, біреуі Шакафни. Бұл Шакафни дегеніміз біздің Жайық қалашығы. Сөзімді қорытындылай келе, Жайық қалашығы қазіргі Орал қаласына арғы шыққан тегі болып саналады. Біздің аймақта Яйцк қалашығының да көне қала болғандығын тікелей дәлелдейді. Мен осы жоба арқылы оқушыларға Жайық қалашығының тарихын көрсеттім. Және мен осы Жайық қалашығын 7 кереметтің біріне жатқызар едім. Мен өз жерімдегі ескерткіштермен мақтанамын. Назарларыңызға рахмет.